Шахар басшысы Асылбек Шаменов 7-ші шақырылымдағы қалалық мәслихат депутаттармен кездесті. Жиында бірқатар кадрлық өзгерістермен таныстырған қала әкімі бұған дейін қалалық сайлау комиссиясының төрағасы қызметін атқарып, жұмыстарды жоғары деңгейде ұйымдастыра білген Ергешбаев Әбдіқадыр Нәлқожаұлына қаланың ең жоғары марапаты құрмет грамотасын тапсырып, шынайы алғысын білдірді. Шақар басшысы 7-ші шақырылымның депутаттарына өңірдің өзекті әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешіп, саяси және экономикалық реформаларды жүргізуге белсенді атсалысып, қоғамдағы тұрақтылық пен заң үстемдігін қамтамасыз еткен табысты жұмыстар үшін ризашылығын білдірді. Халық қалаулыларына айтылған алғаусыз ақ тілек шынайы лебіздерден соң сыр елінің дамуына қосқан үлестері үшін қала әкімінің алғыс хаты тапсырылды. Сонымен қатар келелі басқосу қорытындысында қалалық мәслихаттың төрағасы Ибадулла Құттықожаев, қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сұлтанбек Тәуіпбаев сөз алып, елдік мүдде жолында елеулі еңбек еткен депутаттарға ықылас пейілдерін жеткізді. Мемлекет басшысының жарлығымен бұл біздің осы мәслихаттың жұмысы тоқтатылды мерзімнен бұрын. Енді жалпы біз 2 жыл өзімнің осы қалалық мәслихат депутаты ретінде қызметіме қысқаша тоқталсам, маған Шұғыла мөлтек ауданы бөлінген бөліс бойынша. Шұғыла мөлтек ауданында, яғни сол жердегі тұрғындармен кездесу, сол кісілерден түскен сұраныстар негізінде мен депутаттық сауал жібере отырып, Шұғыла мөлтек ауданында бірнеше әлеуметтік нысандар, одан келді мынау жолдардың жөнделуі, түнгі жарық шамдары, міне осыларға, яғни бюджет тарапынан қаражат бөлінді. Енді жалпы біз 2 жыл көп па, аз ба, ол халық бағасын бере береді. Біз енді өзіміздің халықтың берген сенімі, қолдауының нәтижесінде мен енді өзім адал, үлкен бір жауапкершілікпен қызмет жасадым деп ойлаймын.